Бүгін қалаға мамаммен шыққаным бар еді. Ой. Мамам екеуміз бүгін қалада боламыз, қыдырамыз, тамақтанамыз. Енді біреулерінің енелердің болады көреді. Бұйырса енді болашақта деп отырмын, иә? Сол. Естіп кейін бірге жүреміз. Всем привет. Жұмысқа бара жатырмын. Понедельникте енді таксидің бағасы ұшып кетті. 1000 қырық очкиімді білмеймін неге тақпағанымды. Кеше Маханың сторисін қарап атсам, кәдімгідей Махан көп отмеча жасатқан екен, енді бізді шеттегі күтпейік деп, кәдімгідей үлкен рахметімді өз Махаға білдіргім келіп тұр қазір. Сол Маханың арқасында мен осылай ай сайын бір машина ауыстырам, короче. Қалаған машинам наличкеге бар, бам-бам аваламын да сөйтіп сатып бір бәле мутит етем. Соның бәрі Махаға үлкен рахмет, в общем. Маханы шүтем. Аулаға шығып қалсам, Мансұр палуан тамақ істеп жатыр. Кіші өзбекстанский плов істеп жатыр. Қойынханның складына келдік, келмегелі біраз болды, өйткені бұл кісі Ташкентте жүрді, стол қиын болып кетті. Сонымен бүгін складта екен, мынандай белгілері бар, 15 мыңнан басталып, қаншадан аяқталды? 24 мың аяқталды, ең кішкентай 15 мың, ең үлкені 24 мың. Қазір жазда білесіздер, бала далада ойнайды, осындай бір керемет велик сыйлап қуантсаңыздар, өте таптырмыз, және де бағасы өте арзан, менің ойымша. Так что Аққойынханға келсеңіз жалғыз велик қана емес, қыздардың косметикасы, үй тұрмыстық жағдайына керек заттардың барлығы осынан таба аласыздар. Ол үшін төменде тұрған инстаграмда кіріп жазсаңыздар болады. Достар, қалдарыңыз қалай? Кешегі аналар мерекесімен шын жүректен бәрі аналарды құттықтаймын. Бақытты болыңыздар, күліп ойнап, ауырмай сырқамай жүре беріңіздер. Аман болыңыздар. Сіздерді жақсы көреміз. Кеше толығымен бір күнім өзіме арнаған күн болып кетті. Тез-ақ өтіп кетті. Кеше күн шашымды жасаттым, тырнағымды жасаттым, сонымен бір күн толығымен кетті деп толығымен айта аламын мен. Бүгін аппақ болып киініп алып, біз Талғат екеуміз таңғы ас ішуге шықтық. Таңғы асымыз түскі ас болатын болды. Неге десеңіздер, себебі мен бүгін ұйықтап қалғанмын. Кеше кеш жатқам, сағат 3-терде ма жаттым, сонымен сағат 7-де тұру маған мүмкін емес болды бүгін. Сонымен сағат 9-да ма, 8:30-да ма әрең тұрдым. Барлықтарыңыз күндеріңіз сәтті өтсін, барлықтарыңыз жақсы көремін. Мен жаңа маникюрімді салдым да, әдейі толстовкамен былайша осылай салғам. Кірекені біліп тұрып салдым да, мен негізі көзім көретті, Аллаға шүкір. Минуста емес көзімше. Үйде негізі сіздер күнде киім жуасыздар ма? Андай, допустим, бүгін киіңіздер, ертең сразу стиралка салып ерек қолмен естесіздер ма? Соларда қызықтамаған. Күлкім келеді. Бір как будто ешқашан сіздердің киімдеріңіз кір болмайтындай. Бас майланбай де, әнің. Бір қалай айтсам болады тағы да. Мына ақ киімдеріңіз пятно болып қалмайды. Барлықтарыңыз аккуратный, тазалық сақтағыш, тазалық секторында істейтін, сесті істейтін мықты адамсыздар. Окей. Біз таң атпай тұрып, бір қызбен тамақ ішуге келдік, завтрак ішуге. Неше ай болды уже айтып жүргеніміз завтрак ішеміз деп. Негізі 4 адам болып шығу керек едік завтрак ішуге. Жоқ, біз Талғат екеумізге шығатын болдық. Сол басып кеттік, завтрак айырып отырдық.